Бізде дұрыс емес түсінік бар. Біз білмеймін қашан ел болып, қашан осы жағымыз түзелетін. Бізде әйелінің мамасына дұрыстап қарасаң, подкаблучник енесіне өліп қалған, қатын өліп қалған дейді. Егер боқтайтын болса, онда молодец жігіт деп есептейді. Біліңіз, мен бірақ нәрсе айтайын. Енесін қорлаған адамның өзінің анасымен де ортасы жетісіп тұрған жоқ. Ол солай көрсеткісі келеді. Что мен енемді онша жақтырмаймын, бірақ өзің анаңмен де жетісіп тұрған жоқсың сен. Бұл екінші жағы ма? Үшінші жағы, ененің артында кету деген сөздің астында көп нәрсе бар. Ол индивидуальный барлығын айтылмайды. Одан кейін өмір бойы қатын жау, оған сырыңды айтпа, әйел деген жау деп үйреткеннен кейін, оның жемісі сол жау деген адамның артына кетеді. Мына Европа, Америкада ислам жаман, ислам терроризм деп еді, мұсылмандар көбейіп кетті жақта. Неге? Өйткені жаман десе, біздің халқы ой жаман дей береміз бәріміз. Қазір мен сіздерге жақсылап тұрмын ба, біреу шығып бұл жаман бұл десе, бәрі бұтыр жаман дей береді. Бұл солай біздің менталитет солай. Кішкене дамыған мемлекеттерде басқаша. Ол жаман десе, неге жаман? Почему жаман деп кітапты алып оқиды, соны тыңдайды. Содан кейін ислам жаман деп еді, оқып еді, мұсылмандар көбейіп кетті. Олар да солай. Бізде анау біреу былай айтса, соның артынан бәрі ілеседі. Сондықтан енені шешенің орнына, ананың орнына, ананы енелердің орнына қоймаңыздар. Ененің өзінің құрметі бар, ананың өзінің іззеті бар. Ананың өзінің дәрежесі бар. Екеуі бір орнына қоймайды ешқашан. Бізде өзі сондай өзі. Біреу көтерілу үшін біреуді жамандап барып көтеріледі бізде. Бізде принцип солай құрылған. Біреуді жамандайсың, Американы, сонда мына Совет үкіметі көтерілген. Бізде принцип солай. Біреуді көтерілу үшін біреуді жамандайсың, сол кезде көтерілесің. Сені бәрі мақтайды. О, молодец дейді. Бізде ойлану арқылы, кішкене түсінік арқылы жоқ бізде. Алладан қорқу деген сезім бәрі қалып қалады екінші орынға. Ана тақуа болып, астағфирулла дейтіндердің несі режим ауысып кетеді сондай кезде. Режимі тақуа өшіріп қояды да сөйлей береді. Сондықтан айтайын дегенім, бұл дұрыс нәрсе емес. Бізде саламатсыз ба деп айтайын десе, қорқатын мақтағылардың бәрі бет қарап отыр ғой бауырлары. Даже мен сізге сондай нәрсе айтайын. Бір жігіттің енесі қайтыс болды, әйелдің мамасы қайтыс болды. Енді бала, күйеу бала ғой енді. Күйеу бала анасының, әйелінің мамасынан жақсылық көп көрген. Енді ана жерде қыз әйелі жылап жатыр, анам деп өкіріп жатыр. Сол бүйтіп қарап еркек жыласа, енді көзіне жас келсе, енесінің жақсылығы. Мына жақта келіп көңіл айтып келген бүкіл құда, бүкіл дос, подкаблучник енесіне жылады деген сөз айтады бізде. Бізде солай. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе емес.